Ол не үшін бұлай болғанын төменге комментарийге жазып кетте, FM-нен сыйлығын. Сәлем болашақ грант иегері, байланыста FM онлайн. Бүгінгі мамандықпен таныс рубрикамызда біз ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану мамандығы туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Қызықты ақпараттан бастайын, жалпы күтпеген қиындықтар туындаса 12 секундта шешім қабылдайтын жалғыз мамандық иелері ол ұшқыштар екен. Қиын жағдай туындаған кезде тез шешім қабылдау үшін ұшқыштар арнайы дайындықтан өтеді. Кәсіби ұшқыштар мансабының соңына дейін 20-30 миллион шақырым ұшып өтеді екен. Бұл деп отырғанымыз жер шарын толығымен мыңдаған рет айналып өтумен тең. Енді осындай мансабы қызыққа толы мамандыққа түсу үшін сенің денсаулығың мықты болуынан бөлек ұбт-да физика мен математика пәндерін бейіндік пән ретіп таңдауым алғашқы шарт. 2023 жылы бұл мамандыққа 138, ал 24 жылы бұл мамандыққа 185 грант бөлініп, 23 жылғы максималды балы 131 балды, ал 24 жылғы балы 133 балды құраған болатын. Ал сәйкесінше минималды балына тоқталатын болса, 2023 жылы 90, ал 24 жылы 85 балдарды құрады. Ал елімізде бұл мамандыққа арнайы дайындайтын азаматтық авиация академиясы да бар. Ерекше қабілеттері бар, жауапкершілігі мықты бұл мамандық иелерінің айлық есептік көрсеткіші бірнеше факторларға байланысты жүреді. Олар компания, тәжірибе деңгейі және қызметіне байланысты болады. Ал Қазақстанда, яғни елімізде бұл мамандық иелерінің орташа айлық есебі 400 мың теңгеден басталып, 1.200 мың теңгеге дейін барады. Бірақ бұл нақты сандар емес, нақты сандар авиакомпанияға және де қызметіне, тәжірибеге деген секілді факторларға байланысты бөлінеді. Осындай өте қызықты мамандыққа сен де грантқа түскің келетін болса, онда дайындығыңды FM-мен баста. Біз сені қалаған оқуға грантқа түсуіне бір қадам жақындататын боламыз. Келесі кездескенше сау. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Менің аты-жөнім Мутишев Расул. 2024 жылғы FM-нің түлегі боламын. Нұрболат ұстазбен FM командасының арқасында ұбт-дан жоғары балл жинағанмын. Соның арқасында қазіргі таңда азаматтық авиация академиясында бірінші курс студентімін. Ұшқыш мамандығында. Бәріміз білетін ұшқыш қазір хайпта мамандық. Жалпы қазіргі грантқа түскен жолымды айта кететін болсақ, ол өмірімдегі өте қызықты, өзінің сынақтары бар, өнегеге толы кезеңдердің бірі болды. Әрине, жалпы өзім Атырау қаласының тумасы боламын. Өзімнің ұстанатын ұстанымым ол әуелі Құдайға сыйынып, екіншіден өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң қара жер береді де құр тастамайды. Неліктен мен ұшқыш мамандығын таңдадым? Абай атамыз айтқанда, сенпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш бұл дүниеде кетіңді тапта бар қала. Осы дүниеде өзімнің максималды тұрғыда потенциалымды асыра алатын, жүзеге асыра алатын мамандық ретінде және де балалық арманым ол ұшқыш мамандығы болды. Сондықтан осы мамандықты таңдадым. Жалпы осы азаматтық авиация академиясына түсу үшін біріншіден жоғары балл алу керек. Содан соң ВЛЭК, содан соң психотест деген секілді сынақтардан өтуіміз керекпіз. Сондай-ақ жалпы ол тек қана түсу этабы болады, а одан кейін оқу этабы ол одан да бөлек қиын сынақтардан тұрады. Жалпы азаматтық авиациясын бірінші рет көргенде көңілің толмауы мүмкін. Бірақ та үйтіп көңілдерді түсірмейміз, өйткені біз ұшқыш мамандығына тек қана университеттің сыртына қарап түспейміз. Бұл бізге үлкен мүмкіндік беретін мамандық. Азаматтық авиация академиясында біз осындай формамен жүреміз. Сол үшін дәл қазір үлгі ретінде өзімнің формамды киіп көрсеткенмін. Ал сабақ жағын айта кететін болсақ, сабақ жағы өте қиын, бірақ та бір ұстазымыз айтқандай, мұнда ең білімді емес, ең дисциплиналық тұрғыдан өзі қатал ұстайтын адамдар өзін ұшқыш болып, соңында ұшқыш болып дипломын алады. 2025-тердің түлектеріне арнауым ол осындай формада, осындай мамандықта оқуларын келетін болса, қазірден бастап ешқандай ертеңгі күні болады демей, ертең дайындалам демей, қазірден бастап дайындықтарына бастаңдар. Және де өздеріңді дисциплиналық тұрғыда, өздеріңді қатал ұстаңдар. Барлықтарыңызға сәттілік. ұбт 2025-те аман-есен тапсырып шығыңдар.